Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 122 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қаһарлы не, қаһарман кім? Х дыбысымен әрпі. Бұл сабақта сен мәтіннің кім не туралы екенін түсінесің, керекті сөздер, суреттер арқылы әңгіме құрастырасың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын ребус шешіп алайық. Бірінші суретте біз шарды көріп тұрмыз. Екінші суретте жиһазды көріп тұрмыз. Ал үшінші суретте араны көріп тұрмыз. Яғни, шар деген сөздің соңғы әрпін алып тастаймыз бір әрпін. Ал жиһаз деген сөздің алдыңғы екі әрпін, соңғы бір әрпін алып тастаймыз. Ал ара деген сөздің алдыңғы бір әрпі мен соңғы бір әрпін алып тастаймыз. Сонда қандай сөз шықты балалар? Қарайықшы қане. Шаһар деген сөз шықты. Шаһар деген балалар үлкен, көне қаланы шаһар деп атайды екен. Енді шаһар сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Шаһар. Екі буын бар. 5 дыбыс бар. Оның екеуі дауысты, үшеуі дауыссыз дыбыс. Х дыбысы сөздің ортасында тұр. Біз өткен сабақта балалар Х дыбысымен әрпімен танысқанбыз. Х дыбысының дауыссыз дыбыс екенін білдік. Ол сөздің басында және сөздің соңында кездеспейді. Сөздің ортасында кездеседі екен. Х әрпінің бас әрпі болмайды. Енді балалар, мына тіріс тарту жаттығуын мұқият тыңдап, жаттап алайық. Х ортасы шаһардың, шаһарға шекті сапар кім? Енді балалар, оқулығымыздың 98 бетіндегі екінші тапсырмаға қарайық. Әңгіме берілген, осы әңгімені толықтырамыз. Жиһанкез тау мен тасты аралады. Ол көптеген шаһарларда болды. Балалар, осы әңгімені жалғастырып айтып көрейік. Енді балалар, үшінші тапсырмаға қарайық. Қай ертегі сурет бойынша ертегіні мазмұнда. Балалар, мына суреттен біз қандай ертегі көріп тұрмыз? Сурет бойынша ертегінің мазмұнын айтып көрейік. Балалар, енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерімізге бағанағы біз екінші тапсырмада әңгімені толықтырып айттық қой. Сол әңгімені толықтырып жазайық. Қайсыңдар балалар, іске сәт!